Саламатсыздар ма? Біз бүгін 2024 жылы болатын, яғни ИП-ға байланысты өзгерістермен танысатын боламыз. Жалпы ИП болсын және әлеуметтік жәрдемақылар болсын, толық ақпарат беріп өтеміз осы видеода. Так, бірінші әлеуметтік жәрдемақылардан бастайық. 2024 жылдан бастап бала босануға байланысты мемлекеттен беретін жәрдемақылар қанша теңгеге өседі? Жұмыс істемейтін аналарға 1,5 жасқа дейін бала күтімі бойынша осындай жәрдемақылар тағайындалады. 2023 жыл бойынша басқа суммалар болатын, өздеріңіз білетін шығарсыздар оны. Ал 2024-тен бастап кішкене өседі, жыл сайын өсіп отырады негізінде. Так, сонымен жұмыс істемейтін ата-анаға арналған 1,5 жасқа дейінгі берілетін жәрдемақы мөлшері бірінші балаға 21.266 теңге айына төленеді 1,5 жасқа дейін, яғни 18 ай бойы. Екінші балаға, егер сіздің екінші балаңыз туылып жатса, онда айына 25.143 теңге шығады. Үшінші балаға 28.982 теңге шығады. Төртінші және одан да көп балаға, егер төртінші балаңыз туылса, немесе одан да кейінгі, төртінші баладан кейінгі балалар туылса, онда айына 32.859 теңге шығады. Егер де осы жерде тағы да бір маңызды ақпарат, мысалы, егер егізек болатын болса, балаларыңыз немесе үшем туылатын болса, әр балаға жеке-жеке төленеді. Баланың, яғни әрқайсысына төленеді. Мысалы, сізде бірінші балаңыз, яғни алғашқы балаларыңыз егізек болса, например, бірінші балаңызға 21.266 төленеді бірінші егізектің біреуіне, екінші егізекке 25.143 теңге бөлінеді. Өйткені бірінші және екінші балаға деп тұр ғой, санына қарай, осылай ретіне қарай, баланың санына қарай осылай төленеді. Егер де балаңыз үшінші немесе төртінші бала болатын болса, мысалы, егізектеріңіз, бірінші егізегіңізге ол 28.982 бөлінеді. Екінші, уже төртінші балаңыз, егізектің біреуі төртінші бала болса, ол 32.859 теңге бөлінеді айына. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай, көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақылар. Яғни, сонымен қатар көп балалы үшін берілетін, көп балалы болған үшін берілетін жәрдемақыда суммасы көбейеді 2023-пен салыстырғанға қарағанда. Так, енді қанша теңге алады? Көп балалы отбасылар бізде төртінші баладан бастап есептеледі. Егер де сіз төртінші балаңызды дүниеге келген болса, уже сіз көп балалы ата-ана болып есептелесіздер. Сол үшін сіздерге осындай мемлекеттен қосымша тағы да осындай қаражат бөлінеді. Бұл ең алғашқы балаңыз 18-ге толғанша пока төленетін болады. Например, сізде төртінші бала туылды, сіздің үлкен балаңыз 18-ге толғанша осы 4 балаға арналған пособияны алатын боласыздар. Егер төртінші бала емес, тағы да бесінші бала босансаңыздар, мысалы, уже бірінші балаңыз 18-ге толып кетсе де, сіз уже 4 балаңыз болып есептеледі, өйткені сізде 5 бала ғой. 18-ге толса да бірінші балаңыз, уже сіз 4 балаға алатын пособияны ала бересіздер. Главное, баланың 18-ге толмаған баланың саны 4 болса болғаны. Осындай жағы пособия бөлінеді. Төртінші балаға, яғни төртінші балаңызды босансаңыз, 59.183 теңге. Бесінші балаңызды босанған болсаңыз, 73.988 теңге. Алтыншы балаңызды туылған болса, 88.793 теңге бөлінеді. Жеті балаға, яғни жетінші бала туылған болса, 103.596 теңге айына алып тұрасыздар. 8 және одан да көп балаға, әр балаға 14.768 теңгеден деді. Так, үстіне қосылады екен, 4 айлық
4 аяқ дегеніміз бұл 4 айлық есептік көрсеткіштен қосылады әр балаға. Егер 8-ші балаңыз дүниеге келіп жатқан болса, айына осындай суммалар шығады. Егер 4 балаңыз көп балалы ата-ана болсаңыздар. Түсінікті болды деп ойлаймыз. Ары қарай кеттік. Енді туу жәрдемақысы дейді. Бұл туу жәрдемақы дегеніміз бұл жөргек пұлы деп аталады, сүйінші пұлы деп аталады. Орысша бұл послеродовые деп аталады. Послеродовое пособие деп аталады. Одан кейін бесік ақша деп жатады. Әр регионда әр қалай айтылады, но барлығын мағынасы бірдей. Послеродовые деп атаймыз біз енді бұны. Бұл бала туылғанда бір реттік берілетін ақша. Мысалы, сіз бірінші және екінші, үшінші балаларға бұның суммасы бірдей. Ол 140.296 теңге баланың туылуына байланысты. Осындай 140.296 теңге жөргек пұл беріледі. Ал егер 4-ші балаңызды босанып жатқан болсаңыз, және 4-шіден кейінгі балаларды туылған болса, онда бұл 232.596 теңге беріледі. Егер де тағы айтайын, маңызды ақпарат. Егер де сіз егізектер немесе үшемдер дүниеге алып келіп жатсаңыз, онда әр балаға бұл да жеке-жеке беріледі. Мысалы, тоже 3-ші және 4-ші болса, егізектер, отбасыңызда 3-ші және 4-ші балалар болса, мысалы, 3-ші балаға 140.292 теңге аласыз, бірінші егізегіңізге, екінші егізегіңізге уже бұл жөргек пұлды 232.596 теңге аласыз. Сонда примерно 200, 300, 400 мыңдай түседі, осы послеродовыйның өзі. Енді бұл жөргек пұл, жалпы послеродовые бүкіл әйелдерге есептеледі. Жұмыс жасайды ма, жұмыс жасамайды ма, ол маңызды емес. Бұл баланың тууына берілетін ақша барлық әйел кісілерге барлығына да төленеді. Так, одан кейін енді 2024 жылы ИП-дағы өзгерістерді түсіндіретін боламын. 2024 жылы бізді не күтіп тұр? Қазір. Так, 2024 жылы ИП-дағы өзгерістер. Так, ең төменгі жалақы, жалпы Қазақстан бойынша ең төменгі жалақы 85 мың теңге болады. ИП-да болсын, немесе басқа да мекемелерде болсын, ең төменгі жалақы ол 85 мың теңгеден басталады, және бүкіл төлемдер осы 85 мың теңгеден есептелетін болады. ИП төлемдері минималкамен. Егер де сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, және де сіз минималкамен төлегіңіз келсе, онда пенсионка, ОПВ дегеніміз, ол пенсионка 8,5 мың теңге төлейсіздер. СО деген социальное отчисление 2975 теңге төлейсіз минималкадан. ИПН 1,5% от общего дохода. Яғни сіз минималкамен төлесеңізде сіздің доходыңыз көп болуы мүмкін. Например, сол именно айналымнан төлейсіз. Қанша сізде айналым болды айына, немесе жалпы бір жылдағы айналымды, 6 айдағы айналымды қосып бір төлесеңіз болады, немесе егер сізде упрощенный режимде болса ипіңіз, немесе айына айналған айналым обороттан 1,5% есептеп өзіңіз төлесеңіз болады. Калькуляторға саласызаңыздар, шығады, общий доходыңыздың 1,5% айына есептесе солай, или 6 ай сайын, оны енді өздеріңіз қарайсыздар. ВСМС дегеніміз бұл взносы на медстрахование, медстраховка деп аталады. Ол 5950 теңге. Және де тағы бір жаңалық, 2024 жылы ОПВР деген төлем түрі қосылды. ОПВР дегеніміз бұл пенсионка, обязательные пенсионные взносы работодателя деп аталады. Бұл, яғни пенсионканың жұмысшы өзі үшін төлейді, яғни
Работодатель жұмыс беруші өзі үшін төлейді. Сізде ИП болса, сіз өзіңіз үшін де, сіздің қарамағыңызда жұмысшылар болмаса да, сіз өзіңіз үшін осы төлем түрін төлейсіз, және бұл да 1,5%. Бұл да 1,5% от общего дохода есептеледі. 1,5% от общего дохода есептеледі. Мына жерде, яғни 85 мың теңгеден есептеліп тұр. Бұл 1275 теңге болады. Егерде жағдай сіздер минималкадан есептесеңіздер, бұл 1275 теңге болады. Так, енді ОПВР-ді түсіндіңіздер. Яғни 1,5%. Негізі общий доходтан есептеледі. 1,5% есептеп төлейсіздер. Бұл да пенсионканың түрі тоже, но міндеттеледі. Төлеу міндетті болады. Так, енді ИП төлемдері работник үшін. Егер сізде жұмысшы болатын болса, және сіз оның айлығы 85 мың теңге болатын болса, онда сол жұмысшыңызға 8,5 мың теңге ОПВ төленеді. Жаңа пенсионкасы, социальный отчислениесі 2975 теңге төленеді. ИПН 231 теңге төленеді. Так, тағы да, егерде жұмысшыға білесіздер, 2 төлем төленеді. Медстраховканың 2 түрі. Біреуі взносы, біреуі отчисления. 1700 теңге ОСМС. ОСМС бізде 2550 теңге. Так, ОПВР тоже, егер 85 мың айлығы болатын болса, оның 1275 теңге төленеді. Одан кейін, енді ИП төлемдері максималкамен. ИП төлемдері максималкамен, ол ОПВ бізде 661 мың теңге. Яғни сіздер декретке шығатын болсаңыздар, например, сізде табысыңыз жетіп тұр ай сайынғы максималды төлемге то есть максималды төлемдер төлеуге табысыңыз жетіп тұр, ай сайынға. ИП-ңыздың айналымы жетіп тұрса, сіздер мысалы декретке шығатын болсаңыздар, немесе тағы да басқа қажеттілікке байланысты, или ипотекаға байланысты болуы мүмкін, әртүрлі қажеттіліктерге байланысты. Енді мен примерно келтіріп жатырмын сіздерге түсінікті болу үшін. Әртүрлі қажеттіліктерге байланысты, егер сіздерде максималкамен төлеу керек болатын болса, онда осындай төлемдер төлейсіздер. Мысалы, ОПВ, пенсионка, 66112 теңге. СО, социальный 20825 теңге. Ең максималды көрсеткіштері бұлар. ИПН 9917 теңге. Жалпы енді ВСМС ол 5950 теңге. ОПВР тоже 9917 теңге болады. Ары қарай кеттік. Енді бұдан бөлек тағы да ИП-ларға байланысты айтылып жатыр, бізде көптеген нелер. Мысалы, жаңадай не болатын болса. Сіздерде ИП болатын болса, 250-270 форма тапсыру керек міндетті түрде деп 2024 жылы бүкіл кәсіпкерлер осындай отчеттар тапсырады. Осы туралы толық ақпарат беріп өтем келесі видеода. Ол жерде де айтылатын біраз жаңа нелер бар, мәліметтер. Сол үшін бөлек видеоға салған дұрыс болар. Одан кейін, егер де сіздерде действительно ИП-ларыңыз жаңағыдай шынымен қажеттілікке байланысты болатын болса, одан қорқып, мысалы, ИП-ны жауып тастамаңыздар. Действительно кәсіптеріңіз бар болатын болса, ол просто енді барлығы дұрыс болса, ол қорқынышты нәрсе емес деп айтқым келеді. Және де егер де ИП-ларыңыз босқа тұрған болса, например, сіздер оны пайдаланып жатпасаңыздар, онда ИП-ны жауып қойғанда дұрыс болады.